Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рабби яссир, ва ла туассир, ва таммим бил хайр. Ассаламуғалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті көрермендер, құрметті шәкірттер, құрметті жамағат, міне бүгінгі біз дәрісімізде мим әрпін өтетін боламыз. Және де мим әрпін фатхамен, кәсірамен, даммамен келген түрін, және де басқа әріптермен қосылған түрін өтетін боламыз. Ал онда бисмилля. Мим фатхамен келгенде мә, кәсірамен келгенде ми, даммамен келгенде му. Мә, ми, му. Әм. Яғни, міне, қарап отырсаңыздар, алиф фатхамен кеп тұр. Әм, яғни, фатханы әмес, ай емес, екеуінің ортасында әм деп оқимыз. Им, мур, муз, рум, Амаро, умиро, амру, имру, ромзу, ирми, мәрмәр, ром, зәм, арзам. Міне бүгінгі дәрісімізде, құрметті көрермендер, мим әрпін өттік, және де мимнің сөздің басында, ортасында, соңында жазылуын, және де басқа да әріптермен қосылғандығын өттік. Енді соны басынан аяғына дейін бір қайталап өтеміз. Зейін қойып тыңдап отырыңыздар. Мә, ми, му, әм, им, мур, муз, рум, амаро, умиро, амру, имру, ромзу, ирми. Жалғастырамыз. Мәрмәр, ром, зәм, арзам. Құрметті көрермендер, міне бүгінгі дәрісімізде мим әрпін өттік. Келесі дәрістерде кездескенше, ассаламуғалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.